WhatsApp бүгін ой тиын тапсырма, бүгін асығыс шығып жатқан ой тиын ұмытып кеттім. ой тиын туралы бүгін ой тиын алты сұрақтан тұрады. Енді алты сұрақты оқиық. Столыпиннің аграрлық реформасы деп айтайық. Столыпин аграрлық реформасы біз 1906 жылы болды. Осы аяқтас қазақтан осы бір сұрақ. Столыпин аграрлық реформасы неге қатысты? Бізге қоныс жерге қоныс аудару туралы қатысты. Столыпин аграрлық реформасы бізге прям проблема келді, білеміз үлкен проблема. Мысалы ойыншы қазақтан жерлерін басқа адамдар басып алды, басқа көшіп келді, орыстар, дүнгендер, ұйғырлар көп. Екінші сұрақ ұлт көтерілісі неге себептен талабан қазақ қоғамында ұлттық сезім қалыптасып қалыптасқан ұлт көтеріліс бізде 1916 жылы болды. Жаңағы кеңес одағы тұсында короче ұлттық сезім қалыптасып ықпал конечный өткен көп адам қиындыққа тапшылық болды, қиындықтар істеп алды. Сол адам проблема пайда болды, прям проблема көп болды. Сол кезде ұлттық сезім прям өркениет етті, қалыптаса бастайды. Үшінші алаш партиясы мен ұлттық даму идеясы қалай түсіндіре аласыз? Сол болашақта алаш партиясы бізде 1915 жылы пайда болды. Осы туралы идеялар ше 1915 жылы пайда болды. Жаңағы осы туралы идеялар пайда болды. Алашорда бізде 1915 жылы алашорда құрамыз әлихан бөкейхан төрағасы болды. Алашорда бізде андай қазақ деген өзінің автономиясын құру, қазақ деген сөз вообще мағынасы кетпеу үшін өйткені қазақтар келеді қырғыздар деп те атайтын тұғын. Короче алаш деген сөз партиясының өзі бір білеміз батырлардың ұраны болған, қазақ батырлардың ұраны болған. Сол үшін ол сөздің мағынасы кетіргісі келмеген. Алаш деген сөзді алғанда прям кейбір қазақтар алаш деп те аталған. Есқали сендер соғыс қазақстан болған сияқты өте бірақ біз үшін жақсы шығар. Біз үшін қазақ деген адамдар өз кекілін құртты, бірақ сол жерге қатысқан зиялылар үшін бұл прям проблема болды. Өйткені зиялылар өз басымен осы үшін жауап берді. Төртінші азамат соғыс кезінде қазақстан кеңістік пен омнаумен қарсы топтардың іс-әрекеттері асқанда негізгі қиындықтар болды. Бізде көп нелер болды азамат соғыс кезінде. ошақтар болды, торғай, ақмола, жетісу ошақтары болды. Сол жақтарда прям проблема болды. Жер қырылды, адамдар қырылды, адамдар өлді, адамдар аштыққа сай болды. Короче прям проблема болды. қазақ үшін солай қиын болды. Қаншама адам аштыққа ұшырады, қаншама адам өлді. Сондай тектик болды. Төртінші азамат соғыс кезінде қазақстан кеңістік пен бесінші сұрақ қазақ айқап және дала уәлят газеттерін рөл қандай болды? Дала уәлят бұл кезіндегі прям келмейді енді. қазақ айқап бізде журнал, қазақ газеті 1918, айқап 1915, дала уәлияты бізде 1988, 1992. дала уәлияты прям кәдімгі енді осы уақытта келмейді. Біз айтып қазақ айқаптай тектик. Ол жақта көптеген проблемалар айтылды. Проблемалар айтылды. Мысалы сөз жоқ. Қазақ редактор біз Ахмет Байтұрсынов, анакі Әкенов, Фияженов, сондай Көпенов. Енді алтыншы әскери коммунизация негізімен оның нәтижелері қандай болғанын аштық мен себептерін мысалдан қалай түсіндіңіз? Әскери коммунизм мысалы ойлаңызшы сізде 10 миллион, давай біз пайыз 10 миллион байды таңдайды. 10 бидайым бар, 10 тонна бидайым бар, сонда 8 тонна бидайын сатып қойды. Өйткені сол әскери коммунизмде кеңес үкіметі өзін андай тамақтандыру, өзін заттан жету үшін сен заттан сатып алды және андай карточка паек берген. Сен сол тамақтан іше аласың. Ол прям жетпейді ол адамға, бір адамға жетеді. Ол 4 адам мен 4-5 адам оны тойдыра алмайсың. Ол бір обед кететін тамақтан соңғы кезде адамдар қырылып, аштық пайда болды. Мал азайды, адамдар мал кеседі. Короче прям әскери коммунизм істеді. 2,5 миллион адам аштыққа ұшырады. 2,6 миллион адам, 2 миллион адам аштыққа ұшырады. Осымен ой тиын тапсырады. Ой тиын қызық болды. Әскери коммунизм шығар. Осы кезде прям айту қиын, өйткені ол кезде прям проблема болды.